Облыстық әділет департаментінің бастамасымен Экспо 2017 болашақтың энергиясы тақырыбында көрме конкурсы өтті. Жас қолөнершілер мен суретшілердің шығармашылығын шыңдауға арналған байқауға Жастар ресурстық орталығы мен Қорқат атындағы университет ұжымы қолдау танытқан. Жас қолөнершілер сайысына қатысушылар көрмеге өз қолдарынан шыққан бұйымдарды әкелген. Киізден, жүннен, ағаштан және өзге де заттардан жасалған кәдесыйлар келушілердің қызығушылығын тудырды. Ал сурет сайысына қатысушылар жаһандық көрмеге байланысты өз қиялынан туған бейнелерді қағаз бетіне түсірді. Жастардың өнерге қызығушылығын арттырған шарада жергілікті өнерпаздар әннен шашу шашып, көптің ықыласына бөленді. Сондай-ақ көрмеде Қорқат атындағы білім ордасының дизайнер жастары сән үлгілерін ұсынды. Шара соңында қолөнер бұйымдары, жас шебер, жас суретші номинациялар бойынша жеңімпаздарға алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды. Бір жылда аса уақыт болды осы жасап отқаныма. Киізден, үйден, мысалы аттан, мысалы жастықтан жасауға болады. Мысалы өнерден, мысалы қолөнерден, мысалы балық жасауға болады. Жастарды, жасөспірімдерді, балаларды көрменің маңызын түсіндіру мақсатында осы шараны ұйымдастырдық. Жалпы мақсатымыз облыстағы жастарды, оқушыларды, студенттерді өнерге, шығармашылық өнерге бейімдеу, өздерінің еңбегімен шығарған шығармаларының авторлық сол құқын түсіндіру, қорғау бағытындағы жұмыстарды насихаттағымыз келді.